Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Бүгінгі тақырып қанның қоюлануы жайында болмақ. Яғни ол несімен қауіпті? Және соған байланысты инфаркт пен инсульттың алдын алу жолдары және үй жағдайында дәрісіз қанды қалай сұйылтуға болады деген сұрақтарға нақты жауап аласыздар. Жалпы қан құрамына келетін болсақ, ол плазма мен түрлі пішінді элементтерден, яғни лейкоцит, эритроцит, тромбоциттен құралған сұйық ұлпа болып табылады. Қанның ағзадағы негізгі қызметтеріне келетін болсақ, ол ең бірінші оттекті өкпеден тіндерге жеткізіп, көмір қышқыл газынан тазартады. Екіншіден, қоректі заттарды, суды, минералды тұздарды, витаминдерді тіндер мен мүшелерге тасымалдайды. Сонымен қатар дене температурасының тұрақтылығын сақтайды. Және де ағзаны зиянды микробтардан қорғайды. Жалпы қанның ұюына тромбоциттер тікелей қатысады. Мәселен, сіз жарақат алсаңыз, жараның бетіндегі қан қоюланады. Мұның адам өміріндегі маңызы өте зор. Себебі жарадағы қан ұю арқылы ағзаны қансыраудан сақтайды. Жалпы қан қоюланғанда ұсақ тамырлар мен капиллярлар арқылы қанның өтуі қиындайды. Қою қан баяу аққандықтан жасушалар оттек пен қоректік заттарды жеткіліксіз мөлшерде алады. Ұйыған қан тамырларды бітеп, нәтижесінде қан тамырлар жарылады. Ал бұл жағдай инсульт пен инфаркт сияқты аса қатерлі дертке алып келеді. Жалпы қанның қоюлануына бірнеше факторлар әсер етеді. Ең біріншісі сапасы су. Қанның 80-90% судан тұрады. Егер адам хлорлы суды жиі ішетін болса, бұл жағдай қанның қоюлануына алып келеді. Екінші бір себебі бұл қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, онда қан айналым бұзылады. Келесі бір себеп бұл жиі стресстік жағдайлар. Яғни стресстік гормондар қан тамырларын тарылтып, қан айналымды айтарлықтай бәсеңдетеді. Бұл өз кезегінде қанның қоюлануына алып келеді. Қанның қоюлануына алып келетін келесі бір себеп авитаминоз, яғни ағзада аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Келесі кезекте майлы, ысталған, консервіленген өнімдермен және тәттілермен ұдайы тамақтану қанды қоюландырады. Үй жағдайында дәрісіз қанды сұйылтудың бірнеше әдістері бар. Ендігі кезекте соларға тоқталып өтейін. Қанды сұйылтудың ең қарапайым бірінші әдісі таза газсыз суды көбірек ішу. Күніне адам 1,5-2 литрге жуық су ішу қажет. Бұл жерде ескеретін басты жайт кофе, шай, сорпа сияқты сұйықтықтар ағзадағы су жетіспеушілігінің орнын толтырмайды. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға 1 стакан су ішуден бастау керек. Яғни қанды таза судың көмегімен сұйылтуға болады. Келесі кезекте көк шай, яғни зеленый чай. Ол қанды сұйылтатын, тазалайтын қасиетке ие. Оның құрамындағы катехин холестерин деңгейін реттейді. Сондықтан қанды сұйылтатын ең мықты антиоксидант болып табылады. Қанды сұйылтуда имбирный чайдың да маңызы өте зор. Себебі имбир тамырының құрамында салицилат бар. Сіздер ацетилсалициловая кислота, яғни аспирин жайында естіген боларсыздар. Көбінде терапевт 50-ден асқаннан кейін профилактика ретінде осы аспиринді қабылдауды ұсынады. Бұл жерде айтайын дегенім, аспиринді үй жағдайында имбирмен алмастыруға болады. Себебі олардың құрамы бір және қанның ұюына қарсы табиғи антиоксидант болып табылады. Келесі кезекте қанның қоюлануына қарсы оливковое масло, яғни зәйтүн майының да маңызы өте зор. Себебі оның құрамында фенол деген зат бар. Ол қанның сұйылуына өте жақсы әсер етеді. Сол себепті қан тамыр ауруларының алдын алу мақсатында өзіңіздің күнделікті рационыңызға міндетті түрде зәйтүн майын қосуға кеңес беремін. Бұл ақпараттардың барлығы арнайы статьяларда ғылыми дәлелденген. Қанды сұйылтуға көмектесетін келесі бір өнім бұл чеснок, яғни сарымсақ. Осы сарымсақты ұсақтаған кезде аллицин деген зат пайда болады. Бұл қанды сұйылтудағы ең мықты антиоксидант болып табылады. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.